Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен бүгінгі жаңа тақырыбымды бастамас бұрын, биыл Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдығына орай ойланудан қалған бас, өмір жайлы ойланбас деген кішкене сөз түрткісінен бастағым келіп отыр. Ал енді бүгінгі жаңа тақырыбымызға ойысайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз эмбриональды дамудың жалпы заңдылықтары. Ал енді негізгі мақсатымыз, бұл сабақты өтудегі негізгі мақсатымыз эмбриональдық даму, онтогенездің кезеңдеріне тоқталу, жыныс жасушалары гаметогенез, зигота және ұрықтану процесі, бөлшектену, гаструлляция, гистогенез, органогенез процестеріне тоқталғым келіп отыр. Енді сабақ барысында әрине бұл тәрбиелік біздің мақсатымыз қатар жүреді. Әрбір студенттің өз мамандығына деген жауапкершілігін, сүйіспеншілігін, ізденімпаздылығын, аса жауапкершіліктерін қалыптастыру және мамандығына деген кәсіби қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Эмбриональдық даму кезеңдері, яғни бұл барлық ағзаның тіршілігінің басталуының және соңғы шегі болады, да? Яғни осы екі аралықта даму процесі жүреді. Даму процесі бұл онтогенез және филогенез болып екі топқа бөлінеді. Филогенез бұл ағзалардың, яғни түр тармақ деген білдіреді, тарихи дамуы, яғни органикалық дүниенің түр, тип, тармақ, класс, отрядтар тармақтарының эволюциясы болып табылады. Яғни 1866 жылы неміс биологы Эрнест Геккель ғылымға ендірген. Онтогенез және филогенез процесі екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Ал онтогенез бұл ағзалардың жеке дара даму, яғни морфологиялық, физиологиялық және биохимиялық өзгерістерінің жиынтығы болып табылады. Енді онтогенездің негізгі жүру процесі бұл преэмбриональды, эмбриональды және постэмбриональды процестер болып бөлінеді. Эмбриональды процеске не жатады? Яғни прогенез, гаметогенез және ұрықтану процесі жатады екен. Ал эмбриональды кезеңде әрине бұларға зигота, бөлшектену, гаструлляция, гистогенез және органогенез процесі жатады. Ал постэмбриональды кезең бұл туылғаннан өлгенге дейінгі, яғни өмірінің соңына дейінгі ақырғы кезеңдер жатады. Енді прогенез, яғни гаметогенез жаңағы ұрықтану процесіне келетін болсақ, бұл гамета, яғни ұрықтану аталық және аналық жыныс жасушаларын біз гаметалар деп атаймыз. Ал жыныс жасушаларының қосылуын біз гаметогенез процесі деп атаймыз. Мына жерде гаметалары бұлар аталық және аналық жыныс жасушалары. Аталық жыныс жасушасы сперматозоид. Бұлардың сперматозоидтың негізгі құрылысы көрсетілген мына жерде сіздерге. Басы, мойны, денесі және құйрығынан тұрады. Бұлардың басында цитоплазмасы және ядросы, ядросының ұшында секреторлық көбікше акросома. Яғни сол акросоманың ішінде ферменттер сперматозоидтарды жылжытып, аналық жұмыртқа жасушасына ендіруіне жағдай жасайды екен. Бұл сперматозоид және жұмыртқа жасушасының негізгі іші бұларда домалақ шар тәрізді пішінді болып келеді. Және бұлардың іші ядродан, жаңағы цитоплазмадан, ядросының ішінде бұлардың жаңағы ДНК, ДНК-ның ішінде хромосома, хромосоманың ішінде ДНК, ДНК-ның ішінде ген, қалыпты жағдайда 46 хромосома болады. Бұлардың енді сперматогенездің жеке мына жерде бөліп алып қарастырайық. Сперматозоид жаңа айттым мен, басы, мойны, денесі, құйрығы деп. Және бұл сперматозоидтың негізінен 13-15 жастан бастап аталық жыныс бездерінде жаңағы дамиды. Сперматозоид бұл екі жағдайда, медицинада екі жағдайда қолданылады. Бірінші, жаңағы жанұя және неке консультациясында, яғни жаңағы бедеулік процесін зерттеу барысында, және екінші мутагендік ауытқулар аномалия кезінде хромосомаларды зерттеу барысында қолданылады. Енді бұлардың кезеңдері бірнеше кезеңдерден тұрады. Көбею, өсу, пісіп жетілу және қалыптасу кезеңі. Көбею кезеңі бұлардың метоз жолымен жүреді. Ал өсу кезеңі бұл сперматогония процестерінен басталып, сперматозит және сперматозоид процестеріне дейін келеді. Енді екінші аналық жұмыртқа, жыныс жұмыртқа жасушасы, бұлардың жаңағы айтқандай домалақ пішінді. Бұлардың ең негізгі ерекшелігі сперматозоидтардан 300 есе үлкен болып келеді. Бұлардың шар тәрізді пішінге ие және бұлардың диаметрі 130-200 микронға дейін жетеді.
жұмыртқа жасушасының ақуыз синтездеуші, цитоплазмасында ақуыз синтездеуші және рибосомалар және Golgi аппараттары жақсы дамыған. Енді аталық жыныс жасушасы сперматозоидтың дамуы бұл аталық жыныс бездерінде ата безде дамиды. Және бұлардың негізінен екі қызметі бар ата безінің. Бірінші сыртқы секрециялық бездер аталық сперматозоидтарды түзу болып табылады, ал екіншісі ішкі секрециялық бездер, яғни тестостерон гормоны түзу болып табылады. Тестостерон гормоны не үшін керек? Яғни бұл жаңағы ер адамдарда сақал мұрттарының өсуі және дауыстарының жуандауына және дене бітімінің қалыптасуына керек. Енді ұрықтану процесі дегеніміз не? Бұл жұмыртқа жасушасымен, яғни сперматозоидтың екеуінің қосылу нәтижесінде түзілетін зигота, ұрықтану. Яғни жұмыртқа жасушасының жаңағы орталық өзегінде ядросының ішінде 46 хромосомасымен сперматозоидтың хромосомаларының жиынтығының бір-бірінің айқасуы нәтижесінде, яғни кроссинговер нәтижесінде 46 зиготаның түзілуі. Зигота негізінен бұл процесі жатыр түтігінде өтеді. Ол үш бөлімді қамтиды. Яғни бұлар дистанттық процесі, әрекеттесу процесі, бір-бірімен жақындасу процесі, контакттық, яғни үшінші сингамия процесі, яғни бір-бірімен толық жаңағы бірігуі. Енді мен айтар едім, осы ұрықтану процесі бітті. Бұл жағдайды біздің ғасырдан ұзақ келе жатқан ғұмыр, ғасырдан ұзақ ғұмыр деп атар едім. Осы ғасырдан ұзақ ғұмырға енді біз саяхат жасап көрейік. Эмбрионалды кезең ол бірнеше сатылардан тұрады. Ең бірінші зигота, бөлшектену, гаструляция, гистогенез және органогенез процесінен тұрады. Зигота бұл аталық және аналық жыныс жасушаларының дамуы, зигота, ұрық, ал жаңағы бөлшектену процесі бұлардың, яғни ұрықтанған жұмыртқа жасушасы, яғни митоз жолымен бөлінеді, яғни 2-ге, 4-ге, 6-ға, 8-ге бөліну процесі. Мына жерде айтсақ болады, яғни ұрықтанған жұмыртқа жасушасы, 1 күндік зигота, бөлшектену 3 күндік морула және 5 күндік бластула. Осы жерде жыныс жасушаларының жаңағы 5-6 күндік бластула, жыныс жасушаларының жаңағы қабының жатыр қабырғасының эпителиал қабығына жабысы, яғни имплантация процесін түзеді. Ары қарай имплантация процесінен кейін гаструляция процесі дамиды, басталады. Гаструляция процесі негізгі 3 ұрық жапырақшасынан тұрады: эктодерма, энтодерма және мезодерма. Бұлардың эктодерма қабаты, сыртқы қабаты эктодерма қабаты, энтодерма қабаты, яғни ішкі қабаттары, және мезодерма қабаты бұл ортаңғы қабаттары. Бұл енді гаструляция процесінен кейінгі гистогенез процесіне келейік. Гистогенез білесіздер, бұл маманданған ұлпалардың жиынтығы, яғни түзілу процесі болып табылады. Гистогенез процесінің мына жерде бірнеше ұлпаларын көрсеттім. Эпителий ұлпасы, яғни эпителий ұлпасының негізгі қызметі бұл ұлпа мүшелердің сыртқы жағын жауып, ішкі мүшелерді, яғни қарын, ішек, несебағар, мұрын қуысы, ішкі секреция бездерін астарлап жатады. Ал енді оның негізгі қызметі бұл қорғаныштық, денеде су мөлшерінің бір қалыпты болуын реттеп отырады. Ал дәнекер ұлпасы бұл атына заты сай дәнекерлік тұрушы. Барлық ағзалар мен тіндерді, яғни сүйек, шеміршек, талшықты, дәнекер ұлпасы, шеміршекті сүйектер, бортылдақ, талшықты қан ұлпасы деп бөлінеді. Негізгі бұлардың дәнекерлеуші ұлпалардың негізгі қызметі бұлар беріктік, тіректік қасиеттерді береді. Жүйке ұлпасы, бұлар әрине жүйке жасушаларынан тұрады, жүйке ұлпасы, және жүйкенің дендриттер және аксон болып бөлінеді. Жасушасында бұлардың сыртынан жасуша қабықшасымен қапталып, жүйке талшықтарын түзеді. Енді эмбрионалды кезеңнің 5-ші кезеңі бұл біздің органогенез процесі. Органогенез, яғни бұлар эмбрионогенезде мүшелердің түзілу үдерісі, яғни органогенездің бастапқы механизмі детерминация және дифференциация болып бөлінеді, болып табылады. Енді мына жерге көрейін, мына жерге сіздерге мен көрсетейін.
Мына жерде органогенездің 3 апталық органогенез процесі бастамасы, мына жерде 5,5 апталық органогенездің бұлардың ұзындығы 10-15 микрон болып табылады. Ал 6 апталық ұрықтың қимылдауы байқалады және жүректері жиырыла бастайды. Ал 8 апта ұрықтың ұзындығы 10 сантиметр болып табылады. Бұлардың барлық мүшелері толық қалыптасқан болып табылады екен. Ал енді 11 аптада жайлап ағзалар жүйесі дами бастайды. Ал 12 аптада жүйке жүйесінің дамуы пайда болады. 16 аптада ұрық тез дами бастайды және аяқ қолдары қимылдай бастайды және олар не істейді? Айнала бастайды екен. 18 аптада ұрықтың ұзындығы 20 сантиметр болып келеді. Оның қимылын бірте-бірте күннен күнге десек болады, анасы жайлап сезе бастайды екен. Ал енді 7 айлық дамудың соңғы кезеңі, 9 айлық кезеңде уже эмбриогенез, жаңағы эмбриомыз, ұрығымыз сыртқа толық қалыптасып шығады екен. Жаңағы органогенез процесіндегі мүшелердің әрбір ұрық жапырақшасында өзіне тән жаңағы мүшелер қалыптасады екен. Мысалы, эктодерма қабаты, жаңағы гастритуляция процесі кезінде 3 ұрық жапырақшасы түзіледі дедім. Соның біреуі эктодерма процесі. Эктодерма қабатында не түзіледі? Тері бездері, тіс эмальдары, жүйке жүйесі және тері эпидермис қабаттары түзіле бастайды екен. Бұл эктодерма сыртқы қабат. Энтодерма қабатының негізгі туындылары әрине бұлар тыныс алу жүйесі, бауыр, өкпе және ұйқы без түзіледі. Ал мезодерма қабатында, ортаңғы қабаттарда бұлардың бұлшық ет, қаңқа, жыныс жасушалары, қан айналу жүйесі және зәр шығару жүйелері толық қалыптаса бастайды екен. Бұған енді балалар жаңа айттым, постэмбрионалдық кезең, 3-ші эмбрионалдық дамудың соңғы сатысы бұл постэмбрионалдық даму. Ағзаның сыртқа ағзаның шығуына ағзаның пайда болып, яғни тіршілігінің туылғаннан бастап тіршілігін, яғни өмірінің соңына дейінгі тіршілігін жойғанға дейінгі процесс бұл постэмбрионалдық кезең. Бұл постэмбрионалдық кезеңнің өзі бірнеше сатылардан, яғни кезеңдерден тұрады екен. Бірінші, жаңа туылған нәресте 1-10 күн аралығын біз жаңа туылған нәресте деп атаймыз. Ал емізулі кезеңде біз 10 күннен 1 жас аралығын айтамыз. Ал ерте балалық шағымыз біздің 2-3 жас аралығы. Балалық шақтың бірінші кезеңі және бұлар 4-6 жас. Ал балалық шақтың екінші кезеңі 7-12 жас болып келеді екен. Ал біздің жас өспірімдік кезең бұл 13-16 жасты құрайды. Бойжеткендік кез 17-21 жасты құрайды. Орта жастың бірінші кезеңін 22-35 жас, ал орта жастың екінші кезеңі 36-55 жасты құрайды екен. Біздің егде шағымыз 56-75 шақ, ал кәрілік шақты біз 76 жастан 90 жасқа дейінгі аралығын айтады екенбіз. Ал көп жасаушылар деп біз 90 жастан жоғарыларды айтуымызға болады екен. Енді бүгінгі жалпы эмбрионалдық даму кезеңдері осы ағзаның пайда болуы, туылғаннан өлгенге дейінгі кезеңі проэмбрионалды, эмбрионалды және постэмбрионалды кезеңдерден тұрады екен. Мен сіздерге біршама жалпы мотивациялық сипаттама берілді. Енді осы тақырыпқа байланысты сіздердің тараптарыңызға мен пысықтауға арналған сұрақтар бергім келіп отыр. Оларға бірінші пысықтау сұрақтары менің осы эмбрионалдық кезеңдер терминдік сөздіктермен жұмыс жасау, яғни әрбір студенттердің бірінші оқулықпен жұмыс жасаңыздар деп айтар едім. Өйткені әрбір студенттің ойлау қабілетін, жаңағы салыстыру, іздену, талдау қабілеттерін жан-жақты арттыру мақсатында осы оқулықпен жұмыс жасаңыздар, ізденіңіздер деп айтар едім. Бірінші, оқулықпен жұмыс жасау. Екінші, терминдік сөздермен. Бүгін мен бірнеше терминдік сөздерді сіздерге сабақ барысында айтып өттім. Сол терминдік сөздіктермен жұмыс жасасаңыздар. Және осы сабақ барысында мен сіздерге студенттің молекулалық биология және медициналық генетика пәнінен студенттердің өзіндік жұмыс дәптерін сіздерге арнап берген едім. Сол